Балалар, қазақ тілі 3-ші сынып тақырыбы мәтін. Мәтіннің негізгі ойын анықтау. Мәтінді түсініп оқы. Ағаш ек. Адам таза ауамен дем алады. Адам деміне шыққан ауа қайта жұтуға жарамайды. Ал таза ауа қайдан келеді деп ойлайсыңдар? Таза ауа ешқайдан да келмейді. Айналамыздағы ағаштар жарамсыз ауаны жұтып, өзі үшін қажетті иісті ұстап қалып, онымен қоректенеді, ауаны тазартады. Үйлердің айналасында, көшеде, аулада өсіп, жапырақ жайып тұрған ағаш неғұрлым көп болса, ауада соғұрлым таза болады. Таза ауамен дем алған адамның дені сау, көңілі хош болып ұзақ өмір сүреді. Сол себептен бабаларымыз өмір жасын ұзартқан кезде ағаш ектеп өсиет айтқан. Балалар, астында бірнеше сұрақтар тұр. Сол сұрақтарға біз жауап берейік. Мәтін не туралы дегенде, мәтін ағаш туралы. Мәтіндегі негізгі ой қоршаған ортаға ағаштың пайдасы туралы. Мәтіннің түрі әңгімелеу мәтіні. Ағаш ектеп мәтіннің аталу себебі айналамыздағы жағымсыз ауаны жұтады және ауаны тазартады. Ағаштың пайдасы қоршаған ортаға үлкен пайдасын тигізеді. Сондықтан ағаш егу бәріміз үшін қажет. Бір ағаш кессең, 10 ағаш ек. Аялы ағаш саялы. Бабаларымыздың өсиет сөзін көшіріп жаз. Өмір жасынды ұзартқан кезде ағаш ек. Балалар, ағаш бізге көп пайдасын тигізеді екен, Шығармашылық ұйқасын тауып жаз. Аң мен құсқа қорған болған қалың орман. Құлпырып көк өсер, құйған сайын нөсер. Нөсер дегеніміз, балалар, жаңбыр екен. Енді өлең бойынша өзіндік ой тұжырым жаса дейді. Қазір кезде осында жасыл желек даламыз ну орманға бай. Жан-жануарларға, адамға сая болатын байлығымызды аялап, барлық адамзат оны қорғай білу керек. Оның пайдасы ұшан теңіз. Табиғатты қорғау үшін не істеу керектігін тақырыбында пікір білдіруге арналған сұрақтар құрастыр. Бірінші сұрақ: сен табиғатты қорғауға қандай үлес қосасың? Екінші: жасыл желектерді күтуге қандай қамқорлық жасайсың? Үшінші: сен достарыңа табиғатты қорғауда не айтасың? Төртінші: табиғат бізге не береді? Бесінші: табиғатты қалай қорғаймыз? Сөздерді мағынасын қарай орналастырып өлеңді оқы. Бірінші сөзде: жерге бай, көлге бай, шалқар, елім менің айдында. Енді осыны құрастырайық. Елім менің жерге бай, айдынды шалқар, көлге бай. Балалар, мына жерде бірінші бас әріппен жазылды. Сондықтан бірінші сөзді біз елім менің деп осы сөзден бастадық. Мінекей, еліміздің кең байтақ жеріміздің саялы ағашы, гүрілдеп ағып жатқан өзендері, осының барлық адам мен жан-жануарларға, аңдарға сая болатыны сөзсіз. Осымен балалар, біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз.